Мінекей біз қазір көйлектің алдыңғы бөлігін салып үйренеміз. Алдыңғы бөлігі мына жерде түгелмен жазып қойғанмын. Осы арқылы қазір пішіп көреміз. Біз бірінші мына басқы жағынан бізде дпсы 42 болған. Мінекей 42-міз мынау тұр. 42 мынау 3 сантиметр қосылады. Енді біздің осы жерден бастап, қазір біз сызып, артығын сызып тастаймын, бізге керек емес жерін. Мінекей мен ұзындығын алып алдым. Бұл ұзындығы дпс қосамыз 3-ті. Бізде 42 сантиметр болды. Біз оған 3 сантиметр қосып алдық. Бұл 3 сантиметр белінің тігісіне, иықтың тігісіне кететін болады. Енді мына бастапқы точкадан, мені қарап тұрсаңыз, ошыны аламыз. Ошымыз біздің 17. 17-ні бұлай қойып, белгілеп алдық. Енді біздің алдыңғы жағымыз үлкендеу сызылады. Өйткені өздеріңіз, жейделеріңіз, көйлектеріңіз қарасаңыздар көрініп тұр. Осылай жұмырлап аламыз. Енді мойнын алдық. Мойны ошы. 2-ке бөлдік. 17 еді. 17-ні 2-ке бөліп салдық. Ал мына ара қашықтықты біз 8 сантиметр алдық. Мінекей. Енді біз иығын аламыз. Мына бұрыштан бұлай қарай сызып түсіреміз. Бұл жер шипы дейді. Ширина плеч деген сөз. Бұл бізде 13 сантиметр болған меркада. Мені сол 13-ті өшерге салып көреміз. Мені бұлай болды. Мына жерден 4 сантиметр иықтан түсіру керек біз. Мінекей 4 сантиметр. Мінекей мойны алынды, иығымызды алдық. Енді біз иықтан төмен қарай 18 сантиметр алып, бұл жерде бізде көкірегінің айналасын табамыз. Көкірегіміздің айналасы. Мінекей біз бұлай 18-ді салып, көкірек сызығын тауып алдық. Бұл көкірек сызығымыз біздің осы жерге оға бөлеміз, 2-ге дейміз. 46 біздің көкірегіміз, соны 2-ге бөлеміз. Сантиметрдің көмегімен 46-ны тауып аламын. Сөйтемізді бүктеп, осында бұлай саламыз. Міне. Бұны салып алдық. Енді осы 2 ара қашықтықты теңестіріп бөлеміз. Бұны да сантиметрдің көмегімен бөлуге болады. Мінекей бұлай сызып, белгілеп алдық. Енді осыны сызып аламыз бұлай. Бұл жерді ширина грудь, ширина спинка дейді. Біздікі қазір мұна алдыңғы жағы. Алды бізде 36 сантиметр болған, оны 2 бөліп саламыз. Мінекей 36-ны алып аламыз. Міне 36. Енді осыны бүктеп, осы араға сызықтың бойына белгілеп саламыз. Мінекей салдық. Енді бұл точкаларды бір-біріне қосамыз. Иықтікіне қосып, мына жақ қарай біз 90 градус бұрыш қылып түсіріп аламыз. Сөйтіп, мынау қақ ортасынан 45 градус болады. 3 сантиметрдей қойып, тура ортасын алу керек біз. Сөйтіп, мұны 3-ті белгілейміз. Мына жаққа қосамыз. Мына жақты осы жаққа қарай жұмырлап, плавный бетіп қосып шығамыз. Мені бетіп қарасаңыз, алдының проймасы шықты. Мына жерде мен жаңылысып кетіппін. Бірінші бізге оғыға 3 сантиметрді қосамыз. Міне 3-ті қосып, одан кейін бүктеп салады екенбіз. Міне 3-ті қосамын. Сөйтіп, бұны бүктеп саламын. Қайта саламын. Қазір көресіз разницасы қандай болатынын. Мінекей біз 46-ны алып алдық. Енді 3-ті қосамыз. 1, 2, 3. Өйткені біздің алдында көкірегіміз бар биіктеу.
Сол үшін міне осы жақтан болады. Міне көрдіңіздер ме? Үшті қоспағанда осындай тар болып қалады. Міне қосып аламыз бұны. Енді біз ұзындығын алып қойдық жаңағыдай осы жерден. Бұл жерде оты деп атайды. Отыны екіге бөліп саламыз. Бізде 39 сантиметрді екіге бөліп саламыз. Міне 39-ды алып аламыз. Бұны екі бүктеп, мына жерге салып алып, мынаға 3 сантиметр выточкаға қосамыз. Ол выточкамыз міне белгілеп аламыз. Енді бұл точкаларды бір-бірлеріне қосып шығамыз. Міне қостық. Осы жерден біз тігеміз, мына жерден біз бұлай сызып қырқып аламыз. Міне қарап тұрсаңыз бәрін салдық. Енді бізге выточкасы керек болып тұр. Мына выточкамыз біздің 26 сантиметр болған. Ара қашықтығы әр уақытта выточкалардың 10 сантиметр болады. Значит, осы жерден мынаяқта солай өлшеп аламын, оны түзу сызу үшін. Енді бұларды бір-біріне бүйтіп қосып шығарамын. Міне қостым. Выточкамыздың арасы 1,5-1,5-нан болады. Мінекей 1,5-1,5. Мына 3 сантиметр осы жерден кішірейіп кетеді. Сонда өзіңіздің тура 39 беліңіз қалып отырады. Міне бұлай салдық. Енді бізге боковой выточкасы керек. Боковой выточкасын мына қолтықтың астына тақалып қалмау үшін 7 сантиметрден белгілеп алып, бұлай қосамыз. Міне қосып болғаннан кейін біз бұны 2 сантиметрден, қолтықтың астындағы выточка 2 сантиметрден тігіледі көбірек болып. Міне сөйтіп бұны мынаға қосамыз. Бізде қосқанда выточкамыз бұлай бұрыш болып тұр. Тігу барысында біз осы жерден 2 сантиметрде жеткіздірмей тігеміз. Міне осылай. Көбісі білмей бей төрт бұрыш қояды. 2 сантиметрдей қалдырып тігеміз. Мінекей осылай неғып тұрамыз. Мына жаңағы міне жерді бағана салу барысында айтқан. Бұл жер 18 сантиметр. Осы тұстан мынаға шейін 18 сантиметр болады. Сонда мына ара қашықтығымыз 9 сантиметрден. Бүйтіп қарап тұрсаңыз, соншалықты қиын еш нәрсесі жоқ. Мені қайттан басынан айтайын. Бірінші ұзындығын алып алдық. Содан кейін мойнын салдық бөліп, иығын салдық. Мына жерден 4 түсіріп, мына жерден 18 салып көкірегін тауып алдық. Көкірегін тапқаннан кейін біздің көкірегімізде 3 сантиметр қосып отырамыз. 46-ға 3-ті қосып салдық, ол мына жерге келді. Енді осы екі орталықты бөлді. 99-дан бос шығысы дейді, екі қолдың арасы 36-ны бөліп салып, мына точканы қостық, бұяқ қарай 90 градус. Мына жерден 3 сантиметр шығарып, бүйтіп проймасын шығарып алдық, қолтығын асын шығарып алдық. Сөйтіп мына белін салдық. Белімізде мына жерден 1,5-1,5-нан сантиметрден алып, мына 3 сантиметр осы жерде кішірейіп кетеді. Запасымыз мынадан. Қазір одан кейін біз мына жақтан алдық. Выточканың мына жақтан алынды бүйтіп. Бұл выточканың несі. 26 болды. 26-ның өзін салып шықтық. Қазір енді біз қырқып көрсетеміз. Қырқу үшін мінекей бүйтіп. Мына тире сызықтан қырқамыз. Мінекей осылай қырқып алып пішіп аламыз. Мына